Отан қорғаушылар күніне орай Оралда офицерлер балы өтті. Дәстүрлі шараға әскерилер жанұяларымен қатысып, мерекені кең көлемде тойлады. Темірдей тәртіпті талап ететін салада табанды еңбек етіп жүрген жандарға министрлік атынан мінсіз қызмет үшін медалі табысталды. Иығына жұлдыз таққан бұл азаматтарға қиын да жауапты міндет жүктелген. Ел тыныштығын күзету жолында олар тәуліктің кез келген уақытында қызметке әзір. Қырағы жауынгерлер қатаң тәртіпке бой үйретіп, күрделі оқу жаттығуларда шынықта, әскери сынақтарға төзе білді. Айшықты шарада офицерлер жауынгерлік қабілеттерімен қатар өнерге де икемі барын аңғартты. Бұл балға мен өзімнің жолдасым жұбайымен келіп отырмын, алғашқы рет қатысуым. Бұл салада мерзімді әскери қызметінде мамыр айының 2019 жылы алғашқы рет қарулы күштер қатарында 61993 әскери бөлімде бір жыл мерзімді әскери қызмет атқарып келгеннен бері 2013 жылдың маусым айынан бастап әскери қызметінде атқару үстіндемін. Офицерлер балы биыл Оралда 11-ші мәрте шымылдығын тұрды. Әскерилерді аймақ басшысы атынан облыс әкімінің орынбасары Ғабидулла Оспанқұлов құттықтап, елге сіңірген тынымсыз еңбектері үшін алғыс білдірді. Қарулы күштеріміздің құрылғанына небәрі ширек ғасыр болса да, Қазақстан қазір әлемдегі қуатты мемлекеттердің қатарына енді. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денелеріңізге саулық, бастарыңызға бақ ұстай білетін салмақ, еліміз тыныш, елерге саман, ел кезінде жүрген ер азаматтарға амандық пен саулық тілеймін. Мерекеде подполковниктер Денис Садықов, Қанат Ахметов және сержант Ранил Жадаевқа Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі атынан мінсіз қызметі үшін медалі табыс етілді. Еркебұлан Самадияров, Тарас Қажымов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.